Армысыздар тыңдармандар. Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. Өткен күндерді өзгерте алмайсың, бірақ бүгін бұл күн сенің қолыңда. Мен 1967 жылы Алматы облысына қарасты таулы аймақта дүниеге келдім. Отбасымызда әкем, анам, әпкем және менімен 4 жан едік. Мен ес білгелі, әке-шешем мені алақандарына салып еркелетіп отыратын. Жалғыз тұяқ болғандықтан болар. Әкем ешқашан менің бетімнен қағып көрген жоқ. Жастайымнан еркін өстім. Тұрмыстық жағдайымыз да жақсы болатын. Арғы аталарым кезінде елден асып, Қытай ауып кеткен екен. Кейін елде бейбіт заман орнағаннан кейін туған жерге оралып, Қазақстанның таулы аймағындағы бір ауылға қоныстанып, мал шаруашылығымен айналыса бастап еді. Әкем қойшы болатын. Жазда бие байлап, анамдар бие сауып, саумал, қымыз деген ағылып жататын. Жаз мезгілдерінде үйден кісі үзілмейтін. Ауылдың атқамінерлері мен көне көз қариялар, ауылдың ақсақалдары біздің үйімізде жиі бас қосатын. Әкем қойшы болса да, көзі ашық, көкірегі ояу, ел ішінде сыйлы жан еді. Біз бір ауылда әкемнің інісінің балаларымен тай құлындай тебісіп бірге өстік. Әкемнің інісі де мал бағатын еді. Екі отбасы бір-бірімен үйлесімділікте тату-тәтті тұратын еді. Ол кездері біздің ата-анамыз секілді оралмандарға үкімет орындарында жұмыс берілмейтін екен. Осы себепті әкем білімді адам болса да, мал бағып, қойшы болуға мәжбүр болған екен. Ал анам үй тіршілігіне өте пысық, ақ көңіл, өсек аяң, қақ соқпен шаруасы жоқ, мінезі жайдарлы жан еді. Абысынымен бірге үйге келген кісілерді күліп қарсы алып, қымыз құйып, асын әзірлеп күтіп шығарып салатын. Ал әпкем менен біршама жас үлкен болғандықтан, оны апамдай көретінмін. Мені қолымнан жетектеп алып, жанынан тастамайтын. Ойнасақ та, сабақ оқыса да маған жазу сызуды үйретіп, жанында ертіп жүретін. Балалық шағым бейғам, еркелікпен өтті. Алғашқы білімге бастаған қадамым да бізді әкемнің анасы, әжеміз алғашқы әліпбиді танытып, жазу сызуды оқытып еді. Әжем жайлы айтар болсам, ол өзінше бірнеше тарау әңгіме болар еді. Кейін әпкем бой жетіп, мектеп қабырғасынан шығып, Алматыға жоғарғы оқу орнына шет тілдер мамандығына оқуға кетті. Ал мен көкеміздің балаларымен бірге мектепке барып оқып жүрдім. Ер жете бастаған сайын әр нәрсеге қызығушылығым оянып, алдымен домбыра шерткім келіп, ата-анам домбыра сатып алып берді. Оны тыңқылдатып шертіп үйреніп алдым. Ақырындап домбыра шерте отырып, ыңылдап ән айта бастадым. Кейін баян тартуды үйренемін деп, әке-шешем қолымнан қақпай баянды да алып берді. Бір үйдің ерке ұлы болсам да, сабағымды жақсы оқитынмын. Сөйтіп бастауышты аяқтап, 6 сыныпта оқып жүрген кезімізде жаз мезгілі болатын. Ауылға әкемнің бір туысы келді. Астында су жаңа москвич машинесі. Біз балашаға көлікті қызықтап, әкемнің інісінің балаларымен топырлап отырып алдық. Сол кезде туыс көкеміз бізді салып алып, ауыл-ауылды аралатып, аудан жаққа апарып қыдыртып қайтты. Содан көлікке қатты қызығатын болдым. Сөйтіп әкеме, «Әке, бізде осындай көлік алайықшы, қонаққа барғанда мініп жүреміз» деп едім. Әкем 1-2 рет ірі қараны сатып, жап жаңа Жигули сатып алдық. Жигули көлігін сатып алғанымызда жүрегім дүрсілдеп, көліктің рөліне отырып алып, ары-бері бұрап,
Көріп қуанышым қойныма сыймады. Сонда әкем: балам, бұл сенің көлігің. Қазірше мен жүргізе тұрамын. Кейіннен кәмелет жасқа толып, қолыңа құжат алғанда рөлге өзің отырасың деп, бастапқыда көлікті өзі жүргізіп жүрді. Мен жанында отырып әкемнің көлік жүргізгендегі әрбір іс-қимылын қалт жібермей қарап отыратынмын. Осылай жүріп, көлік жүргізуді үйрене бастадым. Сөйтіп 8-ші сыныпқа өткенде рөлге өзім отырып, ауыл арасында ақырындап ары-бері жүре бастадым. Әкем ауыл аймаққа танымал, сыйлы кісі болғандықтан маған ешкім тиіспейтін. Менің жасымдағы елдің балалары велосипедті армандап жүргенде мен көлік жүргізетін болдым. Көлік мінген бозбалаға кім қызықпасын? Осы кезімнен бастап сүйкімді қыз көрсем, сөз салып жүретінмін. Сондағы ол кездері қыздың қолынан ұстап, шие ернінің дәмін татқанда басымыз айналып, төбеміз көкке жеткендей болатын едік қой. Осылай жүріп, бозбалалық шақпен қоштасып, мектеп қабырғасында аяқтадым. Сонда ең алғаш мектеп табалдырығын аттағаннан бастап-ақ, анам менің оқуымды қадағалап, сабақты жақсы оқып едім. Сол кезден бастап анам: менің балам тіс дәрігері болады деп жиі айтып отыратын. Мектепті аяқтаған соң да құжаттарымды реттестіріп, бағыт-бағдар беріп, Алматыға медицина саласына жоғарғы оқу орнына түстім. 7 жасқа дейін ақ сүт беріп әлпештеп, мейлінше мейірлене еркелетіп өсірген ақ анашым болашаққа жол сілтеп, сол анамның ақыл кеңесінің арқасында сол кездегі жақсы оқу орнына өзім таңдаған факультетте студент атандым. Күз айы басталғанда жатақханаға жайғасып, сабаққа бар ынтаммен кірісіп кеттім. Ішіп жеммен, киім, қалтамда ары-бері жүргеніме қаражатты ауылдан әке-шешем үзбей салып отыратын. Бала кезімнен ата-анам мен әпкеме еркелеп еркін өскен ұл едім. Студенттік өмірім басталған соң да аяқты алшаң басып жүруші едім. Сырттай көрген жандарға қойшының емес, бір атқамінердің баласындай көрінетін секілді едім. Жанымда жора жолдас достарым да көп болды. Қыз қырғын да маған үйір болушы еді. Сол кездері еш уайым қайғысыз оқуымды оқып, одан бос кездері сауық сайран құратын едік. Осылай жүргенімде 1985 жылдың қыс мезгілінде әкем 49 жасында кенеттен дүние салды. Әкемнің қазасы маған өте ауыр тиді. Тіпті бірнеше жылға есейіп кеткенде едім. Бір қанатым қайрылғандай күй кештім. Арқа сиыр асқар тауым әкешім өз раббысына қайтты. Оны арулап, жер ананың құшағына тапсырдық. Бірінің соңынан бірі көңілсіз, күрең күндер жалғасып өтіп жатты. Осылай жүріп, 1-ші курсты аяқтайтын кезде әскерге шақырту келді. Бірақ анам: жалғыз ұлымды жібермеймін, бармайсың деп жылап сықтағанымен, мен анамды тыңдамай, отан алдындағы борышымды өтеуге қиыр шығысқа, Хабаровскке аттандым. Әскери госпитальда қызмет еттім. Етім тірі, сөзшең, пысық жігіт болғандықтан жан-жағымдағылармен, басшылықпен жақсы тіл табысып, жақсы қарым-қатынаста едім. Сөйтіп, 86 жылы желтоқсан айындағы жанымдағы солдаттармен бірге әдеттегідей время кешкі жаңалықтарын қарап отырған болатынбыз. Сол кезде теледидардан Алматыда алқаш, нашақор қазақ жастары көтеріліске шықты деген ақпарат шығып, Алматыны теледидардан көрсетіп жатты. Бұл жаңалық мен секілді көкірегінде намысы бар
қазақ жігітіне қатты тиді. Сөйтіп орнымнан атып тұрып, қазақ жастары алқаш, нашақор деп айтып жатқандары қалай? Мен қалада оқып жүріп, ондай жастарды көрмедім. Бұл ұлттың намысына тию, жалған жала жабылып жатыр деп айтып жатыр едім. Және бір орыс солдаты шығып, неменеңе намыстанып жатырсың? Сендер неблагодарныйсыңдар. Солай екені рас деп айтқан соң, екеуміз ерегісіп, соңы төбелеске ұласа жаздады. Жанымыздағы солдаттардың араласып, араға түсуімен біз тарап кеттік. Содан ертесінде таң ата, 2 солдат пен 1 офицер келіп, әй-шайға қарамастан, дөрекі түрде менің 2 қолымды артыма қайырып алып кетті. Сөйтіп мені басқа жақтағы бөлімшеге жер аударып ауыстырып жіберді. Басшылықпен қарым-қатынасым жақсы болмағанда қамап тастар ма еді кім білсін. Әскерде болған 2 жылда бар еркелігім ұмыт болып, есейіп, шыңдалып, әскери борышымды өтеп, аман-есен ауылға қайттым. Келген соң анаммен, туған туыспен қауышып, ет жеп, қымыз ішіп, ауылда анама еркелеп біраз уақыт жаттым. Жаз айында ауылда жүргенімде, сыныптастарым, ауылға әдемі бір қыз келді. Танысып, вечерге шақырайын деп барып едік, мінезі жаман екен. Сендермен таныспаймын деп ұрысып тастады деді. Сөйтсем, ол қыздың ата-анасы біздің ауылдан екен. Тек әдемі қыз өзге ауылда нағашыларының қолында өсіп, сонда мектепті бітірген екен. Содан ол қызбен танысып көруге қызығушылығым туғанымен, еш ыңғайы болмай, мен оқуымды жалғастыруға Алматыға қайта кеттім. Қалаға келіп, өз оқуымды 2-ші курстан бастап жалғастырып оқи бастадым. Студенттік өмірім қайта жалғасты. Қаладағы сыныптас, ауылдастарымен жиі араласып тұратынбыз. Туған күн кештерінде вечерлерге жиі бас қосатын едік. Сондай бір жиында жаратқанның өзі бұйыртып, баяғы ауылдағы мінезі қиын, әдемі қызбен кездейсоқ танысып қалдық. Есімі Айша екен. Жанындағы құрбылары ертіп келіпті. Шынымен де мінезі ауыр. Жүзіңе тай салмай түк қарайтын, ақ құба, бойшаң, бет әлпетімен мүсіні де келіскен әдемі ару екен. Сол мінезіне сай, жанына ешкімді жолатпайтын көрінеді. Менімен де есімін айтып танысқаны болмаса, одан ары әңгімелесе алмадық. Бірақ кештерде жиі кездесіп қалып жүрдік. Мінезі ауыр болған соң, сөз салсам бетімді қайтарып тастайды ма екен деп, жанындағы құрбыларын айналдырып, уақытша ермек етіп қыдырып жүрдім. Құрбыларынан бар білгенім, ол менің жанымдағы Еркін есімді досымды ұнатады екен. Мұны естігенде төбемнен жай түскендей болды. Мен Айшаға ғашық болдым деп айта алмаймын. Тек іштегі мен деген көкірек ешкімді жанына жолатпаған асаутайдай мінезді ару мендік болса екен деп едім. Асауды қолға үйреткендей жуасытып алсам, жанымдағы достарымда таң қалар еді-ау деп ойлайтынмын. Сөйтіп, Айша Еркінді ұнатады деген соң, бір күні досымды жаныма алып әңгімелесіп, сыр тарттым. Айшаға деген ойың бар ма? Оның көзқарасын, не ойлайтыны жайлы сұрадым. Сөйтіп едім досым, Бекіш Айшаның мінезі түк қой. Маған ондай қыз болмайды. Жанымда мінезі мақтадай жұмсақ, жібекті есілген жанның болғанын қалаймын. Айшаға мүлдем көңілім жоқ деген соң, іштей қуанып қалғандай болдым. Сөйтіп Еркінге, мен осы қызға үйленіп, өз ырқыма көндіріп, асау мінезін жібекте етемін. Осыдан қарада тұр деп едім. Еркін, қойшай досым, рас, солай істей аласың ба деді. Маған таңырқай қарап, мен болса, әрине, болат атым рас болса солай істеймін деп, досым екеуміз бәсекелесе кеттік.
Сөйтіп көп ұзамай жанымдағы жолдастарым бірінен кейін бірі үйлене бастады. Еркін де үйленіп, отбасылы болды. Осы кезде тартыншақтап жүрген мен бір күні барып Айшаға сөз салдым. Басында қалай болар екен? Жоқ деп айтса еді уайымдап жүредім. Алайда Айша олай демеді. Менің таңданысыма қарай сөзімді жерге тастамай, жақсы, үйленсек үйленейік деді. Айша маған тұрмысқа шығуға келісімін берген соң, ауылға анама барып үйленетінімді айттым. Сөйтіп едім шешем, ой балам-ау, ол қыздың мінезі қиын ғой. Әкесінің де мінезі тік. Қалай болар екен? Оған үйленбей қойсаң болмай ма? Асықпай, оқуыңды аяқтап алсаңшы деп қарсы болып еді. Мен бой бермей, өз дегенімнен қайтпай қойған соң, амал жоқ, көнуіне тура келді. Сөйтіп, 3-ші курстың соңында мінезі ауыр деген Айшаға үйлендім. Екеуміз де бір-бірімізге деген ғашықтық, ұнату, сүю, күю деген сезімдеріміз болмаса да, екі жарты бір бүтін болып қосылып отбасын құрдық. Кейін ауылда тойымызды өткізіп, қалаға 4-ші курсты жалғастырып, оқуға отбасылы болып қайта оралдым. Өзім оқып жатқан медициналық институттың Қалқаман ықшам ауданында орналасқан отбасылық жатақханасына орналастық. Баланы жастан, қатынды бастан бастап тәрбиелеу керек дегендей, досыммен бәсекелескендей, Айшаның мінезін өзгертемін дегенім іске аспады. Өйткені ауылдан інілерім келетін, дос шаран бар дегендей, келім-кетім кісі көп болды. Содан отбасылық өмірдің қызығы мен шыжығы басталды. Айша екеуміз бірде ұрысып, бірде тату болып, бір-бірімізге үйренісетін кезеңнен өтіп жатыр едік. Айшаның мінезі тік, өз айтқанынан қайтпайтын қырсық болатын. Бір күні екеуміз қатты сөзге келіп қалып, мен ашуға бой алдырып, шапалақпен тартып жібердім. Сөйтіп едім, отты жанарымен мені бір түйреп жіберді де, үндемей киініп шығып кетіп қалды. Мен іштей отбасылық өмірім осымен бітті ғой деп, диванға сылқылай түстім. Бір түрлі көңіл күйім түсіп, істеген ісіме өкінгендей болдым. Сөйтіп жатып, ұйықтап кетіппін. Бір кезде сыртқы есік сырт етіп ашылды. Бұл кім болды екен деп, орнымнан атып тұрып барып қарасам, Айша тұр. Маған қарап, тез кейін де, менімен бірге жүр. Ағамның үйіне ауылдан әкем келіпті. Сені шақыртып жатыр дейді. Жүрегім су ете қалды. Қызын шапалақпен тартып жібергенімді естіп, маған ашуланып, сөйлесейін деп шақыртып жатқан болар деп ойладым. Бармай қалсам бұл жігіттікке жатпайтын еді. Қорқып қашқандай болармын. Не де болса барып көрейін. Әкесі мен ағасы басымды кесіп алмас деп, беті қолымды жуып, киініп, әйеліммен бірге ағасының үйіне жолға шықтық. Айша жол бойы үн қатпады. Содан ағасының үйіне кіріп, табалдырықтан аттағанымыз сол еді. Ағасы, о күйеу бала келе ғой, дер кезінде келдіңдер. Етті түсіріп жатыр едік. Қайын жұртыңды мақтап жүреді екенсің. Жүр, қолыңды шайып жіберде, төргі үйге өте бер деп, әзілдей күліп мені жақсы қарсы алды. Мен болсам түк түсінбеген күйі, Айшаға қарасам, ол да үндемей, жүр болат, жуынатын бөлмені көрсетейін деп, түк болмағандай, екеуміз бірге қолымызды шайып төргі бөлмеге өттік. Ол жерде де қайын атам мені құшақ жайы қарсы алып, жанына отырғызып шүйіркелесіп әңгімесін айтып, бір табақтан ет жеп, түннің бір уақына дейін отырып үйге қайттық. Сөйтсем, Айша ағасының үйіне келгенде, ауылдан ата-анасы келген екен. Сөйтіп әкесі Айшаның жалғыз жүргенін көріп, күйеуің қайда десе, үйде деп жауап беріпті. Сонда әкесі, күйеуі бар адам жалғыз жүре ме екен? Барда күйеуіңді ертіп кел, деп қайтарып жіберіпті. Содан әкесінің мінезінен тартынатын әйелім үндемей үйге келіп, мені ертіп барған екен. Тіпті екеуміздің
ренжісіп қалғанымыз жайлы да түк айтпапты. Сөйтіп қайын атамның арқасында екеуміз татуласып кеттік. Осылай жүргенімде Айшаның аяғы ауырлап қызды болдық. Тұңғыш перзентім өмірге келгенде қуанып, бар ықыласымыз қызымызға ауып, ұрыс-керіс деген азая түсті. Одан кейін араға көп уақыт салмай ұлды да дүниеге әкелді. Сөйтіп екі баланың ата-анасы атанып, жұбайымның мінезін түзетемін дегенім жайына қалды. Осылай жүріп, 5-ші курсты аяқтап жұмысқа орналастым. Онда 1 жылдай жұмыс істеген соң, запастағы әскери адам ретінде қызметке шақырту алдым. Алматыда 2 баламен жатақхананың аядай бөлмесінде жалғыз өзім жұмыс істеймін. Әйелім бірінен кейін бірін босанып, бала күтімімен үйде отырды. Айлығым да мардымсыз еді. Осы себептен үкімет пәтермен, тұрақты айлық, киім, азық-түлікпен қамтамасыз етеміз деген соң, қалаға жақын жердегі әскери бөлімге қызмет етуге ойланбай келістім. Сөйтіп отбасымды алып көшіп кеттік. Келген соң үкіметтен 2 бөлмелі пәтер беріліп, жағдайымыз дұрысталып қалды. Жалақым жақсы, үкімет барынша жағдайымызды жасап, керек шарағымызбен қамтамасыз етіп отырды. Бұл 93 жылдары елде аумалы-төкпелі кезең болып жатқан кездер болатын. Ол кездері дәрі-дәрмек, медицинада ең қажетті тауар түрлері дефицит болатын. Ал мұның барлығы бөлімде менің қолымнан өтетін. Сол себепті өз қызметімді пайдаланып, осы тауарларды левый ретінде сатып қосымша табыс табатын болдым. Әріптестеріммен қарым-қатынасымыз жақсы, өте сыйлы едім. Өз-өзіме қарап сол кездері генералдар киетін форманың материалынан өзіме арнайлап киім тіктіріп киетін болдым. Содан баяғы еркелік, есірлік, серліктің ізі жаңғырып, ақшаның буына пісе бастадым. Әйелімді де сүймей үйленгендіктен бе, оның көзіне шөп салатын болды. Жанымдағы әскери достарыммен жиналып, демалыс күндері ащы су, сыра ішіп, жиі отырыс жасайтын едік. Мұндай кештеріміз әрине сылқым сұлутыларсыз өтпейтін. Әскери бөлімге келгелі, қолтығымнан желесіп дегендей, өзімді еркіндікте жүргендей сезіне бастадым. Жұмыс барысымен Қазақстанның өзге қалаларына іс-сапарға да жиі шығатын болдық. Ол жерлерге де іс-сапардың соңы көңілді кештермен аяқталатын. Осылай жүріп, сөздің шыны әйеліме, балаларыма мүлде көңіл аударуды қойыппын. Тіпті балаларымның бастауыш сыныптарын аяқтап, сабақтарын жақсы оқып, мақтау қағаздарын алып жатқанын да білмеппін. Балаларға деген барлық жауапкершілікті Айшаның мойнына жүктеп қоя салған екенмін. Ал Айша қанша жерден мінезі ауыр, қырсы қыз болса да, балаларыма жақсы ана, маған адал жар бола білді. Үйдің шаруасын атқарып, жұмыс та істеп, менің бар еркелігім, оңды-солды жүрісімді көтере білді. Әрине арасында ыдыс аяқ сылдырлап, ұрыс-керіс болып тұратын. Сонда да менен кетіп қалмады. Шаңырағымызды шайқалтпай, үйімнің берекесін кіргізіп отыратын еді. Содан көп асқанға бір тосқан дегендей, жаз мезгілінде жұмыстағы бір офицердің туған күнін табиғат аясына шығып тойлап, содан қайтып келе жатқанымызда үлкен трассада жол апатына ұшырадық. Мен өзім қызу болған соң, рөлге жанымыздағы қызметтес бір жігітті отырғызған болатынбыз. Сол жол апатында жап-жас жігіт сол жерде тіл тартпай кетті. Ал қалғандарымыз, жанымыздағы қыз-келіншектер, әскери әріптестерім түрлі жарақаттар алып ауруханадан бір-ақ шықтық. Тек госпитальда ғана есімді жидым. Ауыр жарақат алып емделіп біраз жаттым. Осы кезде әйелімнен кейін қайын жұртымда менің мынадай жүрістерімнен хабардар болып біраз шулады.
Күйеу бала қызымыздың көзіне шөп салып, жеңіл жүрісті қыз келіншектерге барады екен. Ішімді кішеді екен. Қызымызды ажыратып аламыз деген секілді әңгімелер өрби бастады. Содан Айша, Болат, енді не істейміз? Менің төркінім барлығынан хабардар болып, осылай деп шулап жатыр. Ажырасып кетер болсақ, мына екі баланың жағдайы не болмақ? Сенің мансабың мен қызметің не болады деп, екеуміз салмақты түрде әңгімелестік. Содан мен барлығын қойдым. Енді мұндай қайталанбайды деп әйеліме сөз бердім. Іштей өзімде қатты күйзеліп жатыр едім. Жап-жас жігіттің өліміне өзімізді кінәлі санадым. Сондай-ақ сол жол апаты қызметіме, мансабыма да әсерін тигізбей қалмады. Осыдан біраз бұрын ғана менің білімімді жоғарылату мақсатында Петербургке оқуға жібермек болып, әскери бөлімде барлық құжаттарымды дайындап, тапсырып, бір айдан кейін оқуға кетуім керек болатын. Жол апатының кесірінен мұның барлығы тоқтатылып, мені басшылық басқа қалаға әскери бөлімге ауысып келгеннен кейін сол жерде бір бөлімді басқарып отырдым. Анам мен запастағы әскери адам ретінде қызметке кеткелі қыс айларында қолымызға келіп тұратын. Жазда ауылға кететін. Әпкем оқу бітіргеннен кейін ауыл жаққа тұрмысқа шыққан еді. Сол әпкем екеуміздің қолымызда екі жақта немерелерін қарайлап жүретін. Уақыт өтсе, денсаулығы сыр беріп, Алматыға апарып ота жасатып, емделіп, ауруханадан шыққан соң, үйге алып келіп Айша қараған болатын. Сол анашым, мен ішіп қыдырып кеткенімде, сен де әкеңе ұқсап серілік құрып кетесің. Мұныңды қойып, от бассың. Бала шағаңа көңіл бөлсеңші деп ұрсып еді. Алайда жаңа орынға келген соң да, ауру қалса да әдет қалмайды дегендей, және сол баяғы әдетіме бастым. Әскери қызметтегі адамдар ішкенді, қыдырғанды жақсы көруші еді. Солай жүргенде, әйелімнің үстімнен түскен кездері де болды. Сонда да жұбайым сабыр сақтап, шыдам мен төзімділік танытып, шаңырағымызды шайқалтпай ұстап отырды. Кейіннен үкімет берген пәтерді жекешелендіріп, өз атымызға аударып алдық. Әскери қызметтегі бірнеше жылдан кейін ғана өз басымызда баспанамыз болып, көңілім тынышталып қалды. Осылай жүргенімізде жақын бір досымыз деп келіп, Болат, әскери қызметте бала шағаңды сүйреліп, анда көшіп, мында көшіп қашанғы жүресің? Алматыда жерлер қымбаттап кетпей тұрғанда, сатып алып үлкен үй салып алсаңшы. Мен жер алуға көмектесемін деген соң ойлана келе, пәтерімізді сатып қалаға көшіп кеттік. Алматыдан жер алып, өз жеке кәсібімізді ашып үй сала бастадық. Айша осы жерде де үйдегі құрылыста бригадир, повар болып, үй салынып біткенше барлығын өзі қадағалап отырды. Ал мен өз жеке кәсібімізді жауып, жақсы бір фирмаға жұмысқа орналасып кеттім. Содан жанымдағы жолдастарыма еліктеп, көлденең көк көйлекті келіншектерді қойып, өзіме көңілдес тауып, тоқал етіп бала тудырғым келді. Алайда көңілдесім, мен саған бала туып берер болсам, әйеліңмен ажырасып, мені заңды түрде некелі жарың етіп аласың деген соң ойланып қалдым. Осы кезде бүкіл өмірме артқа қарай көз жүгірте отырып, мінезі нашар деп, алайда соны түзетемін деп үйленген жұбайым Айша керісінше менің барлық істерімді кешіріп, ішкенімді, қателіктерімді түсініп, отбасымызды сақтап, сабыр мен төзім таныта білген керемет жан екенін ұқтым. Бір-бірімізді сүйіп, жақсы көріп үйленбесек те, мен үшін қыздай қосылған жұбайымның орны әрдайым биіктеді. Жастайымыздан қосылып, өмірдің ыстық суығын бірге көріп келе жатқан балаларымның анасы маған рухани жақын еді. Жер ортасы жасқа жақындағанда, онымен қалай ажырасып кетпекпін деп ойланып, серілігімді, ішкенімді қойып, бала шағамның болашағын ойлап, олардың өмірлеріне етене араласа бастадым. Қызымды оқытып,
Құтты жеріне заттым. Ұлымды да оқытып, жұмысқа орналастырып, үйлендіріп, үйлі жайлы еттік. Сөйтіп қазіргі таңда Айша екеуміз немере сүйіп, жақсы да жайлы ғұмыр кешіп жатқан жайымыз бар. Тек көңілде бір өкініш сезім бар. Маған жарық дүниені сыйлап, бетімнен қақпай, бар еркелігімді көтеріп өсірген ата-анамның қадірлеріне жете алдым ба? Маған адал жар, балаларыма жақсы ана бола білген Айшаның жүрегін ауыртып, көңіліне қаяу салдым ба деп, іштей бір өкініш сезімі жаныма тыныштық бермейді. Шіркін, өмірге қайта келер болсам, барлығын басынан басқаша бастар ма едім деп ойланам. Сонда да кейінгі кездері жұбайым үндемегенмен, өзім кезінде оның жүрегін ауыртып, көңіліне кірбің салған шығармын деген ой болады. Ар ұятым мазалайды. Осы әңгіме арқылы жұбайымнан кешірім сұрағым келеді. Қазір болмаса да, мүмкін мен кеткеннен кейін оқитын шығар. Сол кезде мені түсініп кешірер,